діндар арабтар барады. Халал бауыр керек, халал бүйрек керек. Неге бүйректен кетеді? 4 қатын алады заңда, заңсыз 40 қатын алады. Орыстың ана бүкіл жер әлемді былғаған жезөкшесін бұлар алады да некесін оқып халал деп, халал қатын қылып ала береді. Міне. Орыстың жезөкшелері күледі екен мына. Қытайға барсаң да жаңағы нәпсісін қандырып ақшасын төлеп құру деп кетіреді. Латын Америкада сол, Африкада сол, оңтүстік Азияға барсаң да сол, мына арабтар жынды. Жезөкше екеніңді біліп тұрып, некеңді оқытып, басыңа қара қижап, пәренжасын кигізтіп, қатынды бағып, содан бір жарым жыл қатын қылғаннан кейін ақшаңды төлеп, енді қайта қой деп, талақ қылып қайтарады деп айтады дейді. Халал деп алады да. Жаңағы арабтың сөйтіп қалың қатын алғаннан қайтеді, бірінші бүйректен кетеді. Одан олар өз жерінде ішпей, жаңағы мешіт салып, алхамдулилля деп намаз оқып, жаңағы боқболат құсап жүргенмен, олар мына Еуропа мен Америкаға келгенде ана сақалды оны алып тастайды, ана сүйрелеңдеген көйлегін шешіп тастайды. Сосын жаңағы мына Еуропа мен Американың тыржалағаш сұлуларын деген жиып алып, ана яқтасында отырып алып, ол сіз көрмеген, біз көрмеген бәленің бәрін ішіп, чайқап, қыратынын қырып, жоятынын жойып, былығып, наркотика, героинында татып, педофилдігінде жасап, ол тіпті керек болса еркекті де искеп, қатынды да искеп, әбден былыққа батып, сосын арабына барып, тәуба, енді құдайдың кешпейтін күнәсі жоқ енді. Анау бір құдай атқан бір қай елдер бар екен, бір соған бір мешіт салдырып бере салайыншы дейді. Сосын оған жалмаңдап біздің боқболат сияқты біреулер барады, сақалы биттеп кеткен, битін теріп. Бізде мешіт жоқ, бізде мына халық көтенін жуғанды білмейді. Соған ақиқат жеткізу керек енді. Енді алхамдулилля сізге құдай берген ғой, беріңіз. Анда 10 миллион доллар мешіт салыңдар дейді. Сосын боқболат оның 7 миллионын қалтасына басып, 3 миллионын мешіт сапқа. Соған мен Қазақстанда қаптаған қалың мешіт. Жаңағы арабың жүреді ол. Енді жәннат, абсолютті біздікі ғой енді. Мешіт салып жатырмыз ана жақта, міне. Қазақтарға бір жерін жуғанды үйретіп жатырмыз. Оларға ақиқат бармапты, міне, боқболаттардың арқасында ақиқат жетіп жатыр дейді. Сосын қайтеді, бүйрек кетеді ғой. Жаңағы орыстың жезөкше қызынан, Путиннің қарындасынан ауру жұқтырады ғой. Путиннің қыздарынан ауру жұқтырады ғой. Ұлы орыс халқының ұлы жезөкшелерінен ұлы аурулар жұқтырып, бүйректері құриды ғой. Содан қайтеді. Бүйрек іздейді, анда барса, ойбай күт, мында барса, ойбай күт, Еуропаға барса, ойбай ол үшін көлік шырғалаңы болған, немесе өзі донор болып, өзі өлгелі жатқан бір жаңағы мысалы, денесінің басқа жері ауру, бірақ бүйрегі сау. Солар күтесің анау мынау дейді. Сөйткенде жалмаң етіп Қытай келеді ғой. Бізге іштен керек емес. Қазір келсеңіз, қазір береміз. Бүйрек деген дайын. Қандай бүйрек керек дейді ғой. Маған енді бір 18-ден енді асқан, 25-тен өтпеген бір жігіттің, қуатты жігіттің, коэффициент күшті, бұлшық еті күшті, спортқа бейім, сондай жігіт, ойбай бізде бар. Содан әлгі Пекинге барып алып, енді бүйрек салдырайын. Сендерде мұсылман бар ма? Бар. Қандай мұсылман бар? Қазақ деген мұсылман бар, ұйғыр деген мұсылман бар, қырғыз мұсылмандары бар, доңған мұсылмандары бар, тәжік мұсылмандары бар, дүнген мұсылмандары бар. Ойбай дейді. Кәлим айтама дейді, айт. Соны алғыстады, жаңағы концлагерде жатқан қазақтың, ұйғырдың, қырғыздың, өзбектің, тәжіктің жігіттерін алдырады. Оларға жаңағы оларға кәлима айтқызып үйретіп қойды ғой Қытайлар. Сонымен ана арабың жатады, кәлима айт дейді, олар жібереді кәлиманы. Ол болды халал екен дейді, сой дейді, бітті. Алады жаңағы 60-дағы арабқа 20-дағы қазақтың бүйрегін салып кеп жібергенде, ана сорлы арабтың ағарып кеткен сақал мұртына дейін қарайып шыға келеді ғой. Міне, бауырына салып жіберген кезде, енді ол арақты, енді виски, коньякты, шампанды, енді оны балқаштың көліндей қып сіміріп алса да шыдайтындай бауыры шығады ғой. Содан қайтеді. Енді Құдай енді кешіреді. Құдай енді кешіреді. Тағы бір мешіт сап қояйын бекем. Ай, сатып алды. Сендерге бір мешіт керек па анда? Бір мешіт салайық анда.
дейді, соны мен мешіт салады болды. Не көрдіңдер ма? Әңгіме қайда жатыр. Міне жерде біреу жақсы араб, жақсы мұсылман дейді. Айсана. Сен мына арабтың не істеп жатқанын білсеңші. Арабтың не істеп жатқанын. Қазіргі мына Сауд Арабия Қытайдың одақтасы. Сен табылып жүрген Мекке, Мединенің бүкіл макроструктурасын, бүкіл жолын, бүкіл қонақ үйін, бүкіл ана нелерін бәрін Қытай салды. Сен ана шайтанға тасататын жерлердегі соның бәрін Қытай салды. Ана туннелдердің бәрін Қытай салды. Ана бүкіл Мекке, Мединедегі жобаның бәрін Қытайға беріп отыр. Сен барып ана қасиетті деп таспих алып кеп, жай намаз алып кеп, ана сатып жүрсің ғой, достарыңа подарка ұсынып жүрсің, жылына 40 рет қажылыққа барып. Соның бәрі ана таспих, мәспихінің бәрі Қытайдікі. Сон Сауд Арабияның Салман Ханзадасы халықаралық жиналыста Қытайдағы мұсылмандар, ең бақытты мұсылмандар, ол жерде концлагер жоқ деді, аузы мұрны қисаймай жатып. Міне. Египет бүкіл дүниеге әйгілі Әл-Асқар университетінің иесі, 1200 жылдық тарихы бар, үлкен білім ордасын ұстап отырған. Біздің мына муфтияттың бүкіл молдасы сол Әл-Асқардан оқиды. Сол Египеттің, сол өзінің университетінде оқып жатқан қазақ, қырғыз, ұйғыр саларларды бытырлатып Қытайдың полициясымен қосылып ұстап, Қытайға апарып, Қытай бәрін осы кезде жоқ қылды. Қазақтың жігіттері де сотталып кетті. Албаты Иракта жүрген Қытайдың компаниясына жұмыс істеп жүрген, содан араб тілін тереңдетіп оқысы кеп, Египеттегі тіл курсына барып жазылып, компаниясының ақшасымен барып, тіл оқып жүрген қазақтың жігіті, араб тілі курсын оқып жүрген жігіт те сотталып кетті. Дін емес, тіл. Міне. Сол ма араб? Сондықтан араб жақсы деген әңгімені айтпаңдар. Бір халық бір халықтан артық емес. Жақсы ұлт, жаман ұлт деп айырмайды. Соның билеуші таптары сұмырай болып тұр. Халқы жақсы шығар. Бірақ билеуші табы, саяси элитасы Қытайға сатылған болып тұр. Олар Құдайдан емес, Қытайдан қорқып отыр. Олар Құдайға құлшылық жасап жатқан жоқ, Қытайға құлшылық жасап жатыр. Сондықтан оны айбай деп оған табынып кетудің керегі жоқ. Мынау бізге діни фанаттардың, дінді бизнес қылып алған мынау діни фанаттардың бізге кіргізген мына сұмырай көзқарасынан арылмай қазақ сорлы боласың. Сөздің шыны, сорлы болғаның сорлы болған. Мына сұмырайлар мына қаңғып есегіне теріс мініп, алақоржынын арқалап келген қалың сұмырай қазақтарды адастырды олар. Біз далада еркін өскен, зұлымдықтың не екенін білмейтін, ақ көңіл, даласы қандай кең болса, өзі сондай кең, даласы қандай жасыл болса, жүрегі сондай әдемі, даласы қандай сұлу болса, жүрегі ниеті сондай сұлу халық едік. Мына қаптап есегіне теріс мініп, алақоржын арқалаған қалың сұмырай бізге келді. Қалың сұмырай. Олар бизнес жасады біздің. Тірі қазақтан да бизнес жасады, өлі қазақтан да бизнес жасады. Әлі жасап келе жатыр сол сұмырайлар. Патшаға бағын, тәуе. Патшаға бағын, патшаның сөзі уәжіп деп бағын дейді. Атаңның басы бұндай сөздер жоқ дінде. Олар бізге таза дінді әкелушілер емес олар. Олар бизнес жасаушылар. Аңқау қазақ басын айту. 20 метр матаны орап алды ма, қатынның дамбалын орап алды ма айту. Басына бірдеңе орап алған сұмырай болса, сол сұмырайды ойбай молда деп келді. Ол ана бір қазақтың шалы өліп қалса жерлейді ол. Ол Құран оқып жатыр ма? Ол өзінің көрші қолаңы 77 әкесінің атын айтып жатыр ма? Жаңағы өзінің ана бір ғашығына жас күнде жазған өлеңін оқып жатыр ма? Қазақ білмейді бүйтіп оқиды ол. Ол басындағы сәлдесі ма? Қатынның дамбалын орап алды ма бүйтіп? Білмейді қазақ. Сөйтіп біз алданып келдік қой сол сұмырайларға, орта шығыстан келген сұмырайларға алданып келдік қой. Патшаға бақын, ай. Содан аттың үстінде айғайлап тұрған, қолында найзасы бар, қылышы бар, ақиқатты, еркіндікті күшіменен дәріптеген бүкіл Еуропа мен Азияны ат тұяғымен таптаған біздің батыр бабаларымыздың басын жерге егістіп, бізді құл қылып, надан қылып, сарт мінезді қылды.
30 жылда қазаққа дін қайтып келген жоқ. Құдайға тәубе, қазақ мұсылмандасты дейді. Атаңның басы қазақ, ежелде мұсылман, Құдайдың сүйікті құлы. Қазақ 30 жылда мұсылмандасқан жоқ. Қазақ 30 жылда сарттасты. Қазақтың дарқан мінезін ұмытып, сарттың сасық мінезіне, сарттың алаяқ мінезіне, сарттың көмпіс мінезіне, ақша үшін арын сататын, нан үшін намысын сататын мінезіне ауыстырдық. Біз қандай халық едік біз? Ханына тік тұрып сәлем беретін халық болғанбыз. Бас кеспек бар болса да, тіл кеспек жоқ дейтін халық едік біз. Біз көшпенді болып өмір сүргенде ақиқатшыл едік. Мынау шығыстан бізге қалың алақоржын арқалаған қайыршы сүмелектер келіп бізді адастырып, тәубе шүкір деп патшаға бағын. Мына кісі өліп қалды, мен 300-сіне 1 сиыр, 7-сіне 1-2 сиыр, 40-ына 1-5 сиыр керек қой деп бизнес жасап, сол мықты анау, таған әлет. Ақиқат үшін жаным беретін, малым жаным садақасы, жаным марым садақасы дейтін қазақты ана жаққа барсаңыз, қордың қыздарын 40 қыз береді. Маған енді дұрыстап отырып, ана бір айғыр жылқыңызды берсеңіз, біз таныстар бар ғой, таныс періштелер бар енді. Айтып қоямыз ғой. Сонда сізге 80 періште береді деп, сон қазақтың жігіттері анау жерді, елді, отанды қорғап, ақиқатты қорғайтын қазақтың жігіттері анау жақтағы қордың қыздарының санын ойлап қиялданып кеттік қой. Қалай сарт мінезді болдық, солай сарт сияқты құл болдық. Міне сұмырайлық. Қазақтың көшпенділерге тән, ата-бабамыздың аттан түспеген кездегі мінезі керек бізге. Мына Құдайды айтып, Құдайдың атын жамылып, Құдайдың кәдірі құсап, Құдайдың жер бетіне жіберген өкілі құсап, бізді алдап суылайтын мына сұмырайлардың біреуі де Құдайдың өкілі емес. Олар Құдайдың қарғысына қалған сұмырайлар. Құдай бар, Алла бар. Құран шын, пайғамбар хақ. Мұсылманмын. Ла илаха иллалла Мұхаммад Расулалла. Мен мұсылманмын. Алланың бірлігіне, барлығына, пәктігіне, хақтығына ежелден бар. Тегі жоқ, тегіндесі жоқ, ұқсасы жоқ екендігіне сенім келтіріп, иман келтірушімін. Бірақ мына сұмырайларды, мына зұлымдықты көре тұрып, халықты сол зұлымдыққа көнде үгіттейтін мына сұмырайлардың, мына 30 жыл бойы Назарбаев Тоқаевтың қасында соның командасы болып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің филиалы болып жұмыс істеген мына қалың дін жамылған сұмырайлардың бағыты ол дұрыс емес. Егер кімде-кім осы зұлымдықпен халықты бетпе-бет келуге тиса, зұлымдыққа көн десе, тәубе, шүкір деп отыра бер, сорлап отыра бер, қызыңды апарып жезөкше қылып сатып жіберсін, немереңді апарып жетімханаға, Еуропа, Америкаға сатып жіберсін, тәубе, патшаға бағын деп отыр десе, онда ол лағнет, ол шайтан олар. Олар шайтан. Оригинал шайтан олар. Олар өздері білмей шайтан. Ертең ақиретте олар тірілген кезде Назарбаевтың сапында тіріледі. Ол білмеуі мүмкін. Тәуба бір медресені оқыды, бүйтіп қалғып мүлгіп жүріп қараса жақсы жұмыс. Ана ауылға бардым, имам қылып қойды. Сосын қайтты, жер берді, 8 сотық жер берді. Жақсы, машалла. Сосын қайтты, екінші бір ауылда имам боласыз ба? Мына ауылға да параллель имам болды, 8 сотық жер бере салайын деді, әкім жүрді. Дұрыс екен. Сосын біреу келді, қарындасын алыңызшы, тоқалдыққа. Менің қарындасым да сізге тоқал болғысы келіп алды. Сосын бітті. Сосын ана әкімдердің, одан ауданның әкімдердің, одан прокурорлардың, одан судьялардың, солардың ана өліп қалған ата-бабаларына енді таныс періштелер бар ғой, айтамыз деді. Ол өңкөй парақор, советтен қалған советский парақорлар. Ол ана советте аузы кәлимаға келмей, Құдай жоқ деп өткен жаңа, бірақ балалары бүгін прокурор болып отырған. Ана дінсіз атеист кетіп кеткен әкелеріне мына жақтан молдаларға Құран бағыштатады ғой. Олар ойлайды, ана атеист, коммунист, Ленин, Сталиннің мүриті болған әкелері, мына молдекеңдер Құран бағыштаса ана жақта жәннетқа кіреді деп ойлайды. Енді біздің сондай молдалардан не жақсылық күтесіңдер? Құдайдың сөзін арзанға айырбастаған. Құранда айтпады ма, менің сөзімді арзанға айырбастамаңдар деп? Құранда жазып тұрған жоқ па?
Сондықтан бауырлар, мынау дінді сындасақ, ойбай дінсіз екен демеңіздер. Біз діннің атын жамылып, халықты наркоздаған сұмырайларды сындаймыз. Жоқ, дінде емес. Адал, таза, шынай, тақуа, жүрегінде ақиқаты бар мұсылмандар біздің бауыр.